Құрметті көрермендер, сіздермен бірге Дара KZ. Бүгін сіздерге бір сайтты көрсеткелі отырмын. Осы сайт арқылы сабақтың соңында сабақты қорытындылауға немесе үй тапсырмасын қайталауға болады. Бұл сайттың аты omygra.com деп аталады. Google іздеу жолағына omygra.kz.com деп жазсаңыз, осы сайт шығады. Осы бірінші сайтқа кіреміз. Кірген кезде сіздерде осындай бет шығады. Игры пользователей дегенді таңдасаңыз, басқа да әріптестердің жұмысын көре аласыз. Немесе создать игру деп өзіңіз ойын құрастыруыңызға болады. Мысалы, екінші бағаны таңдайық. Мен мұнда фильтры деген жерде математикадан іздедім. 10 жастағы балаларға арналған жұмыстарды қазақ тілінде. Міне 10 жастағы балаларға арналған тапсырмалар осылай шықты маған. Фильтры дегенді басамында өзгертуіме болады. Міне мысалы өзіңіздің керек сабағыңызды мұнда таңдап аласыз. Математика емес, мысалы история дейік. Содан кейін шаблон, мұнда ойынның түрлері, мен авианы таңдап жаңа көргенмін. Мысалы сядь на поезд деген ойын таңдайық. Возраст мысалы 14 жасқа. Язык обучения. Орыс тіліне немесе қазақ тіліне деп көрейік. Применить көрейік. Қандай ойындар шығатынын. Мемлекеттік тілде оқымайтын мектептерге арналған. Батыс Қазақстан тарихы. Үй тапсырмасын сұрау дейді. Мысалы осы жұмысқа кіріп көрейік. Үй тапсырмасын сұрау. Басқа да өздеріңіздің пәндеріңізге қатысты осылай іздеп жұмыстарды қарауға болады. Старт деген батырманы басамыз. Бірінші уровень дейді старт. Міне сұрақ шығады. Міне біздің заманымыздан бұрын сұраққа оқушы оқып, правда, ложь деген екеуін біреуін таңдау қажет. Дұрыс немесе дұрыс емес. Қате, дұрыс, бұрыс. Мысалы, оқушы дұрыс деп таңдайды. Жауап дұрыс емес. Екінші сұрақты көрсетеді. Сақтар құрамына кірген тайпалар, мысалы дайлар дейік. Дұрыс болса, осылай пойызға отырып кетеді. Дәл осылай келесі сұрақтар әртүрлі болып шығады. Тағы да сұрақ, правда немесе ложь, екеуін біреуін таңдау қажет. Сіз де өзіңіздің сабағыңызға қатысты осындай ойын құрастыра аласыз. Ол үшін кері шығып, создать игру деген батырманы басасыз, және міндетті түрде тіркелуіңіз қажет. Google аккаунт арқылы тіркелуге болады, немесе почтаңыз арқылы тіркелуге болады. Мен Google аккаунт арқылы кіремін. Міне автоматты түрде кірілді. Енді осы жерден ойынды өзім құрастырамын. Редактор игр. Менде ешқандай ойын жоқ. Создать игру дегенді басамын. Мұнда шаблон таңдаймын. Міне осы қызықты бір шаблонды таңдап алуыңызға болады. Футбол ойнауға болады. Жаңағы поезд бар. Ұшақпен ұшатын ойын бар. Осы жерден біреуін таңдап аласыздар. Выбрать етесіздер. Келісесіздер. Название игры, мысалы сабағыңыздың тақырыбын жазасыз. Пәніңізді таңдайсыз мұнда. Менікі языковые предметы, мысалы қазақ тілі әдебиет деген таңдаймын. И создать игру деп осында ойынымды создать ете аламын, құрастыра аламын. Дәл солай сіздер де өз ойындарыңызды құрастырып, сабақтың соңында, сабақтың аяқталуына қалғанда бекіту сұрақтары ретінде осылай арасында қызығырақ етіп өткізуге болады. Жасаған жұмыстарыңызды осы жаңағы Google аккаунтпен кірген аккаунтыңыз арқылы кірген кезде сіздің жұмыстарыңыз автоматты түрде тұрады. Немесе әріптестердің басқа да жұмыстарын алып қолдануыңызға болады. Енді бұл сайтта біраз мұғалімдер білетін шығар. Егер білмейтін мұғалімдер болып жатса, пайдаларыңызға жарасын. Арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Барлықтарыңызға сәттілік.